Екінші мәселе, бұл жерде Көкадайда отырған мұқым қызыл кітапқа енген аңдар бар, құстар бар, қаншама өсімдіктер бар, чөптер бар. Екінші мәселе, ол суымыз әрбір сайымыздан, тауымыздан жер асты сулары бұлақ бастау шығып жатыр. Сол мәселеге қарсы. Үшіншісі, пәсік отыр ол жерде. Қаншама ара өндіріп отыр, бал жинап. Сол мәселе. Төртіншіде бұл лесхоздың жері дейді. Неліктен бұл үкіметтегі жоғарғыда отырған мир адамдары, лесхоздың бастықтары бұл жерді неліктен берді? Қандай мақсатпен, қандай неменен рұқсат беріп отыр мыс өндіретін компанияға? Біз бір ауыздан, Маралды ауыл тұрғындары бір ауыздан бұл компанияға қазғызбаймыз да, бір ауыздан қарсымыз.